Мен Алланы танымағам. Сіздерге Алланың енді сұрағымыз осы. Алланың тірі Құраны болып жүру қаншалықты ауыр және де оған лайықты болу керек пе деген сұрақ. Қариялық сіздің мысалға жүрегіңізді, мінезіңізді өзгертті ме? Қандай бір өзгерістер болды? Қари болғаннан кейін қандай өміріңізде өзгерістер болды? Бірінші нәрсе, осы қари болғанға дейін мен енді намаз оқымадым. Діннен қатты хабарым болмады, Алланың жөнін танымадым. Мына жерде мен екі нәрсе айтатынмын да. Алланы білу бөлек, және оны тану бөлек деп. Алланың, мысалы, былай айтайын, мынандай мысал айтайын, Димаш Құдайберген дейікші. Әлемге танымал ғой, қазақ әлемге танымал. Мысалы, Димаш Құдайбергенді біз білеміз, оның әнші екенін, оның дауысы жаңағыдай бір 7-8 октава деймін, мен хабарым жоқ. Әртүрлі дауыста айғайлап өлең айта алатынын білеміз. Оның қазақ екенін білеміз, оның Ақтөбеден екенін білеміз. 95 па сондай жыл ғой, соны білеміз. Яғни біз Димаш сол қырынан білеміз. Бірақ ол Димаш танымаймыз ғой біз жеке. Қандай адам ол жалпы Димаш деген. Біз таныс емеспіз Димашпен. Бірақ оны Димашты білеміз. Тура осылай мен де Алланы білгем ғой сыртынан. Алла бар, ол жалғыз, ол сені осындай дұғаңды қабыл етеді деген сияқты. Алланы тек сенің дұғаңды ғана қабыл ету керек, проблемаңды шешіп беру керек, сондай ауырғанда шипа беру керек, қарны ашқанда тоқ қылу керек деген сияқты бір сипаттармен ғана танығанбыз да, бірақ Алланың шынында ол кім екенін танымаппын да. Ол біздің Раббымыз, сен оның құлысың, сенің Раббыңның алдында міндеттерің бар өзіндік деген сияқты нәрселерді білмегем. Сол үшін мен ол Құран жаттауға дейін мен Алланы танымағам. Сол танымауым менің жүрегіме белгілі бір қорқыныш, үрей тудырған еді ше. Яғни әр Алланы танымайтын адам жүрегінде бір уайым болады. Алланы танымайтын, Аллаға құлшылық жасамайтын деп айтсам бекен әлде, Алланың құл болудан алыс болып жүрген адамдардың жүрегінде бір уайым болады ше. Ол адам өзі айтпауы мүмкін, негізі. Айтпауы мүмкін, жоқ, менде уайым жоқ деп айтуы мүмкін, бірақ сен жүрегіңді алдай емейсің ғой. Жүрегің түбінде үңіліп қарасаң, бәрібір ол адамда уайым болады.